Добрый вечер. Гуманитарный фонд «Дигдар», компания JTI и киноклуб Олега Борецкого в моем лице, кинотеатр «Цезарь». Приветствую вас на открытии недели японского кино в рамках второго фестиваля японского «Осень» в Алмате. Алматыда 22 мен 26 қыркүйек аралығында Жапон киносының апталығы өтті. Бағдарламаға 5 кинокартина енген. Назарларыңызға осы фестиваль жайлы көрсетілген фильмдер туралы шолуымызды ұсынамыз. Окурубито Юдзиро Такитаның картинасы. Қазақша мағынасы шығарып салушылар. Орыс тілді аудиторияда бұл картина ушедшие деген атпен белгілі. Фильмде Жапон халқының көнеден келе жатқан ерекше дәстүрлерінің бірі көрсетіледі. Әңгіме өлген адамды туыстарының көзінше жуындырып, киіндіріп, сәндеп, о дүниеге шығарып салу рәсімі туралы. Картина 2008 жылы шет тіліндегі үздік фильм номинациясында Оскар алды. Сюжет бойынша Дайго есімді виолончелист жұмыссыз қалып, туған жеріне талай жылдардан кейін қайта оралады. Бұл жерде газеттен бір агенттікке қызметкер керек деген хабарландыруды оқиды. Бұл фирма мүрдені о дүниеге дайындау рәсімдерін атқаратын болып шығады. Жақсы еңбегі қызығып әрі басқа жұмыстың жоқтығын ескеріп, Дайго өмірінде істеп көрмеген жұмысты атқаруға келісім береді. Режиссер мен сценаристің жапон мәдениетіне, салт дәстүріне деген махаббатын көрермен бүкіл жан-тәнімен сезіне алады. Бұл жерде нағыз кино деп атауға тұрарлық барлық алғышарттар бар. Мұқият, илеп екшенген сюжет, балаша мәз қылатын күлкілі сәттер, бүкіл денеңнен тоқ жүгіртіп, не ішкі әлеміңді астан-кестен қылатын драма мен трагедия, әдемі қиыстырылған драматургия, тәп-тәуір операторлық жұмыс, актерлердің өз рөлдерін шынайы орындауы, фильмде қолданылған камералы музыканың өзі бөлек әңгімеге татиды. Тағы бір атап өтер нәрсе ол пейзаж. Әдетте экраннан көріп жүргеніміз Токио секілді адамдары абыр-сабыр болып жатқан мегаполистер еді. Фильмде көрсетілген үлкен қалалардан алыста орналасқан шағын қалашық көрсетіледі. Тыныш, көшесінде көлігі жоқ, теңіз жағасындағы елді мекен пейзажы адамды кәдімгідей баурап алады. Осының бәрі үйлесе келіп идеал деуге тұрарлық үлкен дүниеге айналған. Салт дәстүрдің бір ғана элементін пайдаланып, осындай үлкен кино жасауға болады екен ғой деп таңғаласың. Екінші күннің картинасы Такеси Китаноның 1999 жылғы Кокидзиро комедиясы. Сюжетте әжесімен тұратын оқушы бала туралы айтылады. Ол үлкен қалаға кетіп қалған анасын табуды армандайды. Әжесінің көршісі өз күйеуіне баланы тиісті жеріне апарып қайтуды тапсырады. Сөйтіп баланың және әлгі бейтаныс ағаның қызыққа толы сапары басталады. Ол рөлді Такеси Китаноның өзі ойнайды. Оның кейіпкері жігіт ағасы жасына келсе де балалығынан әлі айрылмаған, бос сөзі көп, ойын құмар, жауапсыз адам. Жалпы жапон шеберін бұндай жеңілтек кейіпкердің рөлінде көрудің өзі қызық. Қалыптан тыс. Әдетте оның киносы бандиттер мен қылмыскерлер туралы. Сюжеті зорлық-зомбылыққа толы болып келеді емес пе? Режиссердің өзі бұл туындысы жанр жағынан өзіне тән емес екенін айтады. Ол осы арқылы өзінің шеберлігін сынап көрмек болыпты. Яғни Кокидзиро Китано мырзаның эксперименті десе де болады. Мойындау керек, оның қолынан қатыгез кино ғана емес, жеңіл драмаларда жасау келеді екен. Фильм атмосферасы сәби көңіл іспеттес, бәрі баланың көзімен баяндалғандай әсер береді. Дегенмен фильмнің айтар ойы, философиясы өз салмағын жоғалтпаған. Бір-біріне ұқсамайтын екі түрлі адамның бір-біріне оң жағынан әсер етуі, жақсы жағына өзгеруге ықпал жасауы. Әрине, әлемде екі адамның қарым-қатынасы арқылы адами құндылықтарды ашып көрсететін кинофильмдер аз емес, бірақ әлемге жапон көзімен қарап көру кез келген көрерменге ерекше әсер сыйлайтыны анық. Такеси Китаноның Затоичи фильмі фестивальдің 3-ші күнінде көрсетілді. Бұл самурай боевигі соқыр массажшы туралы баяндалады. Картина Жапон киноакадемиясының 5, Венеция кинофестивалінің 4 жүлдесін алған. Комедия, пародия элементтері бар драмада билік мәселесі көтеріледі, мейірім мен зұлымдықтың текетіресін көрсетеді. Басты кейіпкер Затоичи Жапонның Робин Гуд іспетті. Ол ел аралап, халыққа жәбір көрсетуші топтармен күреседі. Голливудта самурайлар туралы кинофильмдер тым біркелкі болып кеткен. Олар стереотипке айналып кеткен, амал тәсілдер арқылы көрсетілетіні белгілі. Такеси Китано осы стереотиптерді әжуа қылады. Жалпы жапондарға қатысты түрлі түсініктерге ирония бар. Көруге жеңіл, музыкалы, аздап күлкілі бола тұра, философиялық ауыртпалығын да қоса арқалаған тамаша авторлық кино.
4-ші күні Киyoshi Kurosawаның Токио сонатасы драмасы көрсетілді. Фильмде қазіргі заманғы Жапония өмірінің басты қағидасы жұмыс мәселесі сөз болады. Сюжет бойынша отағасы жұмыссыз қалады, оны үйіндегілерге айтпайды. Жұмыссыздық жалғасқан сайын отбасы проблемалары да көбейе түсіп, жағдай ушыға береді. Фильм бір нәрсеге тәуелділікті ашып көрсетеді. Жұмыссыздық барлық кейіпкерлердің жасырын келбетін ашады. Отағасы жұмысқа тәуелді, ал отбасы мүшелері отағасына. Тізбектің бір элементі үзілді екен, қалғандары да бытырай бастайды. Хронометраждың тең жартысы бір қалыпты өрбіп келеді де, кенеттен хаос басталады. Негізгі месседжі жақын адамдар арасындағы сенім секілді. Сенім жоғалғанда береке де кетеді. Бірақ одан әрі үңілген адамға фильм басқа қырынан ашылуы мүмкін. Мысалы, жаңару туралы. Адамзаттың пайда болуы үлкен жарылыспен тікелей байланысты. Жаңа мемлекеттік құрылым әдетте революциядан кейін пайда болады. Бұл амал отбасыға да тән секілді. Тіршіліктің қамымен біркелкі өмірге үйреніп қалған отбасыға бір сілкініс қажет. Жұмыссыздықтан басталған оқиғалар осындай мини төңкеріске алып келеді. Киyoshi Kurosawаның Токио сонатасы осындай көп қырлы картина. Фестивальді Кабей біздің анамыз драмасы қорытындылады. Йодзи Ямаданың картинасында Жапония тарихындағы ауыр кезеңдер баяндалады. Император әскері алдымен көршілес елдермен жауласады, содан кейін Германияның одақтасы ретінде екінші дүниежүзілік соғысқа араласады. Осы оқиғалардың фонында бір отбасының өмірі көрсетіледі. Отағасы саяси көзқарасына байланысты қамауға алынып, қамқоршысыз қалған отбасы арқылы тоталитаризмнің абсурд әрекеттері көрсетіледі. Оның халыққа тиген зардаптары мен кері салдары сөз болады. Сонымен қатар фильм көпшілік теріс айналған тағдырларды түрлі қиындықтар арқылы сынап көреді. Сол арқылы отбасылық құндылықтарды дәріптейді. Бұндай қиын қыстау заманда адамның материалдық құндылықтары ғана емес, қайсарлық, жігер секілді қасиеттері сынға түседі. Екінші дүниежүзілік соғыстың зардаптарын Жапония мен Америка арасындағы шиеленісті жаңа бір қырынан тануға болады. Биыл Жапон киносының аптасы осындай фильмдермен ерекшеленді. Бұл фестиваль Жапон әлемін ұлттық ерекшеліктерін тани түсуге сөзсіз септігін тигізді. Олардың тұрмыс тіршілігін қарап отырып, өз ұлтыңмен параллельдер келтіресің. Сөйтіп дүниеге деген көзқарасыңды қайта зерделейсің, түсініктер көкжиегін кеңейтесің. Бағдарламаға енген фильмдерді кино саласында білігі бар адамдардың таңдағаны көрініп тұр. Сондықтан бұлар қашан қарасаң да өз құндылығын жоғалтпайды.